Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен футбол туралы байқаған шығарсыздар, көп видео шығарам. В общем, тағы да өте қатты жаңалық естіп қалдым. Шок болдым мен, утка болар деп. Криштиану Роналду екі Манчестер Юнайтедпен екі ортамен келісіп, Манчестер Юнайтедтен кететін болды. Ол дегеніміз даже Роналду сарказммен Манчестер Юнайтедқа бірнеше минут қалғанда Манчестер Юнайтед енді официально опубликовать етеді ғой, типа Роналду кетті екі келісім бойынша деп. Міне мынаны қараңыз, троллить етіп Манчестерге салған голын сол сағатын реклама жасап жатты. Қызықты. Бұл деген типа бірақ Роналду айтты, мен Манчестерді қатты жақсы көремін, Олд Траффордты қатты жақсы көремін, және болельщиктерді де қатты жақсы көремін. Баласы да реклама түскен. Мен айтпашы Роналдудың фанатымын, себебі Роналдуды қатты жақсы көремін. Баяғыдан өзім фанатымын. Білесіздер, мен неше түрлі жаңалықтар шығаратын болатынмын. Білесіздер ғой, Криштиану мына Катарда чемпионат мира басталмастан бұрын кәдімгі ең шындықты бүйтіп айтатындай, кәдімгі Манчестер Юнайтед туралы жаман айтып тастады ғой, былай айтқанда. Ішіндегі ана тренировочный базасы, бассейні баяғы мен жас кезімде қалып қойған заттар. В общем, күй жоқ ше. Мен Тен Хагты уважать етпеймін, потому что мен де уважать етпейді. Соңғы 3 минут қалғанда шығарады. Постоянно замен, маған ұнамайды ондай қарым-қатынас деп. Және Манчестер Юнайтед мен бала кезімдегі менің кішкентай балам қайтыс болғанда мені түсінген жоқ. Соны үшін Манчестер Юнайтед мені дұрыс түсінген жоқ, керісінше болельщиктер дұрыс түсінді деп айтып отырды. В общем, в любом случае ожидаемо болған сияқты. Манчестер Юнайтедтен кетеді деген қатты мені таңғалдырған жоқ. Манчестер Юнайтед жақсы өткерім ойындарын жібермей қарайтын. Қазір Катарда болып жатқан чемпионат мирада жалғыз бір ойыншы осы Криштиану екен. Клубы жоқ. Қызық, қазір енді свободный агент екен. Мен енді қызығып отырмын. Енді болашақ Криштианудың клубы қандай болады екен? Не клуб болады екен деген сияқты. Екі ортада келісім бойынша неткенде біліп жүремге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Мен қатты қуанамын сіздер егер лайк бассаңыздар. Маған қызық, болашақ Роналдудың клубы не болады, қандай болады деген комментарий жазыңыздар. Спортинг, МЛС қайсысы? МЛС-ке кетпесе екен, себебі ояқтан трансляция қарау өте қиын Америкаға. Біліп жүремге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Маша, рахмет Слуцкий, игрок имеет право и даже обязан предъявлять претензию. Дұрыс қой? Шындықты айтты ғой, действительно шындықты. Білеміз ғой, Манчестер Юнайтед қандай күйде екен, топ-клуб болып саналудан қалды уже. Біліп жүремге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Рахмет.